Армысыздар, эфирде неге қоғамдық саяси ток-шоуы. Салафиттер дегеніміз кімдер? Олардың артында қандай күштер тұр? Бүгінгі біздің тақырыбымыз салафизм, қауіп қандай? Студия қонақтармен таныстырып өтейін. Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі Дін істері комитетінің төрағасы Ержан Нүкежанов, Алматы қаласының бас имамы Еркінбек Шоқай, журналист Ардабек Солдатбай, заңгер орынбасар Тілепбергенов. Енді бүгінгі біздің талқылайтын мәселеміз өте өзекті, үлкен проблема болғандықтан біз біраз қонақтарды осы студиямызға шақырған едік. Мәселен, дін саласында жүрген ғалымдар Тосай Кенжетай, Қайрат Жолдыбайұлы, Мұхан Исахан, біздің бас мүфтиіміз Наурызбай Қажы Тағанұлын да шақырдық, Мұхамеджан Тазабекті де шақырдық. Бірақ енді осы қонақтарымыздың көбісі түрлі себеп айтып келмей қалды. Енді уақыт тауып келгендеріңізге рахмет айтамыз. Біріншіден, мұндай пікірталасқа қатысудың өзі үлкен батырлық деп білеміз. Неге екені белгісіз, әйтеу түрлі әлеуметтік желілерде ой пікірлерін тайсалмай жазатын азаматтар дәл осы тақырыпқа келген кезде тартынып қалды. Осы тұста мына бір материалымызды көріп алсақ. Қазақстан соңғы 10 жылдықта діни алауыздықтан ауыр зардап шекіп келеді. 2011, 2012, 2016 жылдар Қазақстан тарихында террористер лаң салған оқиғалармен есте қалды. Тіпті сол кезде қанды қырғынды Нұрсұлтан Назарбаев салафизм ағымының өкілдері жасады деп ресми мәлімдеген. Мы уже знаем, что это была террористическая вылазка группы последователей нетрадиционного религиозного течения салафизм. Дәл сол 2011 жылы Дін істері комитеті Қазақстанда 15 мыңға жуық салафит бар екенін айтқан. Ал салафизм ағымын ұстайтындардың өздері 3 топқа бөлінетін болып шықты. Салафизм білесіздер әдірі 3 топқа бөлінеді. Бұл матхали, сурури, жихад, такфир дейді жаңағы. Матхалилер бұлар жаңағы бүкіл дәстүрге қарама-қайшы. Бұлар өзін байсалдығып көрсеткісі келеді. Ел басына бойсынамыз дейді. Бірақ имамдарға, ел басынан кейінгі министрлерге, әкімдерге біреуін бұлар мойындамайды. Яғни мәтхали деп отырғанымыз салафизм ағымының байсалды аталатын тобы. Ал такфир радикалды түрі. Сансызбай Шоқан елдегі салафилерді байсалды және радикалды деп бөліп, алғашқыларын қолдауымыздың өзі қателік дейді. Себебі жуас қасқыр болмайды. Ол ашуланған күні қаруға жүгіруі мүмкін деген дінтанушы көрші елдердегідей мүлдем бұл ағымға тыйым салынуы тиіс деген пікірін айтқан еді. Міне Өзбекстанда да, Тәжікстанда да көп елдерде не қылған, оған тыйым салған. Шетел асып жихадқа аттанған қара көздеріміз, талақ болып таланған қарындастарымыз, қаба сақал шолақ балақты азаматтарымыз күн санап көбейіп бара жатса да, Қазақстанда бұл ағымды ұстанушыларға әзірге ешқандай шектеу қойылмаған. Салафиттік ағымдағы тұлғаны дәстүрлі дінге өткізудің басты ерекшеліктерінің бірі оның күрделілігінде әрі қиындығында. Оның күрделілігі әрі қиындығының бір жағы бұл ағымның діни бірлестік ретінде тіркелмеуінде. Ал жақында қазақстандықтарға жақсы таныс айтыскер ақын Мұхамеджан Тазабеков өзінің де осыған дейін күмәнді жолда жүргенін айтып, ақидасын ауыстырғанын және үй ішінен үй тікпеу керектігін түсінгенін жеткізді. Матурди атамызға тек қана дұға қылып қана емес, ол менің ақидам екен, ата-бабаларым ақидасы екен, Абайдың ақидасы екен, біздің кешегі дана терме айтқан, жыр айтқан мен секілді талантты қазақтардың ақидасы екен деген нәрсеге келдік, табан тіредік соған. Сол Саудияда 5 шейхпен байланыспасаң, жаңағы 72 ағымның ішінде кетесің, анау жоқ, мынау жоқ деп тартысып ең соңында өздерін айтып, толық көзімді жеткіздім. Кәдімгі анық секталық сипат екеніне, мүмкін оның ар жағында саяси күштер тұрғанына, басқасына. Ал осы аптаның ортасында президент Қасым-Жомарт Тоқаев бас мүфти Наурызбай Тағанұлын қабылдады. Кездесу барысында бас мүфти мүфтият алдағы уақытта ихсан ілімін, Абайдың кемел адам концепциясын кеңінен дәріптеп, насихаттау жұмыстарымен айналысатынын жеткізді. Ержан мырза, халыққа бір оңай, әрі түсінікті жолмен қысқаша түсіндіріп беріңізші. Салафизм дегеніміз не? Идея ма, ағым ба? Жалпы бұл мәселені біздің құрметті имам жақсы біледі. Осы дін саласының адамдары түсіндіру керек деп ойлаймын. Ал егер мен заңды түрде айтатын болсам, жалпы нормативтік ресми статусы, нормативтік құқықтық актілерде осы Қазақстанда мысалы ондай түсінік жоқ бізде. Бірақ та мына адамдардың айтып жүруі бойынша, әртүрлі мысалы эксперттердің айтуы бойынша псевдосалафизм
деген ұғым бар. Яғни олар енді әртүрлі ой болғаннан кейін олар айтады, жалпы осы идеяның жетегінде немесе ағымның жетегінде жүрген адамдар, бірақ та оның жеткілікті мақсаттарын немесе де оның белгілі бір қағидаларын түсінбеу себепті белгілі бір адасушылыққа барған адамдар ретінде қабылданады. Оны эксперттер қазір псевдосалафизм деп жүр. Бұл жерде мен айтатыным, терминдарға біз абай болуымыз керек. Мысалы, әртүрлі діни ағымдар бар, біз зайырлы мемлекетпіз, сол себепті біз тек қана заң жүзінде, одан кейін зайырлық жүзінде қарауымыз керек. Кез келген діни ағым болсын, басқа да бірлестіктер болсын, біздің заңдарымызға сәйкес, конституциямызға сәйкес, егер зорлық, зомбылыққа немесе де бір конституциялық жалпы қарсы теріс пиғылда болатын болса, олардың жұмысына ешқандай жалпы рұқсат берілмейді де, онымен құқықтық органдар айналысады. Негізі осы. Орынбасар мырза, негізі құқықтық сипаты қандай? Салафизмге сипат беріле ме ешқандай да бір? Бізде 92 жылғы заңды өзгерттік та 2011 жылы қабылдадық қой. Жаңа діни қызмет және дін істер жөнінде. Діни бірлестіктер. Діни бірлестіктер жөнінде. Сол заңның өзі маған дұрыс емес сияқты көрінеді да. Бұл жерде бірінші тарауда сіздер айтасыздар, сол заңды қабылдаған мен жұмысшы тобын білмеймін енді. Мемлекет ешбір дінді міндетті және мемлекеттік емес деп мойындамайды дейсіздер, дұрыс па? Екінші, содан кейін бір тарауларында бар, мемлекет діни саясатты жүргізеді дейді. Мемлекет дейді, содан кейін тағы бір тараулар бар, жаңа Мұхаммеджанның әңгімесіне байланысты ғой. Ақпараттық желілер діни мақсатпен, әлеуметтік құрылыспен алауыздықты тудыруға бағытталған әрекеттерге жол берілмейді дейді. Бұл заңның өзіне біздің қазақ дінінің басымдығы берілмеген да. Мәселе сода болып тұр. Қазақ дінінің. Иә. Бұл жерде керек емес, содан кейін қазір бізбен айналып жүрген проблема ереке миссионерлік қызметті қосып қойғанда. Миссионерлік қызмет дегенді алып тастау керек ол жерде. Мен соны түсінбедім. Мына заң біздің қазіргі 25 тараудан тұратын. 2011-де қабылданған, 2016-да өзгертілген заң ғой енді. Иә, 25 баптан тұрады. Мұның енді екеуі соңғысы өртінді және өтпелі және қорытынды ережелер ғой. Қазіргі талаптарға жауап бере алмайды да. Ерекеңдерді бәріміз енді тыңдаймыз ғой. Біз қазір мысалы жабайы оқудың үстінде жүрміз да, бұл кісілерді тыңдаймыз мысалы. Өте дұрыс. Біз бүйтіп бұл қалай істеуге болады деп мысалы. Бір проблема Қазақстан заңдарында дін басының рөлі көрсетілмеген. Дін басының рөлі не конституцияда, не діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заңда дін басының рөлі жоқ. Анау Арменияның заңдарын қараңыз, Россияның заңдарын. Дін басы мемлекеттік қызметкер емес қой, қалай заңға енгізеді? Қандай статус береді? Діни саясат пен діни қызметті кім жүргізеді? Ондай болатын болса, иә? Иә. Біз қазір бірақ адамның жаңағы бірақ адам және сол кісі өкілеттілік берген азаматтардың әңгімесінің негізінде, уағыздың негізінде өмір сүруіміз керек. Ол қазір Наурызбай Қажы Тағанұлы, дұрыс па? Бірақ бас мүфти ауысады, дін басшылығы деген өкілеттілік заңда қала береді ғой. Ертең ерекең келеді, басқа кісілер келеді. Мәселе ол емес қой. Дін басының рөлін көрсетпегенбіз заңда біз. Яғни діннің өзінде түсініспеушілік пен алауыздық тудыратын мәселелер көп. Жоқ, ол мына кісілер зерттеп жүрген проблема. Ол сұрақты маған қоймаңыз. Мен мына заңның қазіргі мына заман талаптарына жауап бере алмайтын. Рахмет, түсінікті. Еркінбек мырза, сонымен салафизм дегеніміз не енді? Жаңа айттым ғой, идеология ма, ағым ба? Біз бағана неше түрлі терминдерді айттық енді. Сіздер айтып жүргенді айттық, өзіміз білетінді айттық. Сіздер не дейсіздер нақты? Қандай өзі? Қысқаша ғана айтыңызшы. Енді салафизмнің тарихы жалпы соңғы 2-3 ғасырда жатыр. Соңғы 2-3 ғасырда. Соңғы 2-3 ғасырда жатыр. Мен айтар едім, салафизм жалпы идея ретінде де бар. Салафизмнің өздерінің ұстанымдары бар, көзқарастары бар. Сол көзқарас, сол ұстаным, сол сенім арғарата белгілі бір топтастырып отыр, белгілі бір адамдардың басын қосып отыр, бір-біріне жанына ашқызып, бір-біріне қолдауды жасатып отыр. Яғни сол топ келесі кезекте ағым деп
айтылып отыр. Яғни салафизмді идея деп те, ағым деп те айтуға жалпы болады. Идеология. Да, можно. Коммунизм Ереке, сияқты идеология. сізге бір сұрағым бар да. Сіздер бізге түсіндіріңіздерші. Жаңағы біз дін істер жөніндегі агенттіктің ресми өкілі айтып отыр да, салафизм және псевдосалафизм. Бұл дұрыс емес қой бұл. Біз бірақ ұғым жасауымыз керек. Жалған салафизм және салафизм. Ол қалай сонда? Негізі заңды оқитын болсаңыз, оның преамбуласында бар. Қазақстанның мәдениетіне, рухани мәдениетіне қосқан үлесі бойынша ханафи исламның және де православияның тарихи орнына атап кетеді, ол преамбуласында бар. Яғни жалпы біздің Қазақстанның рухани дамуында, мәдени дамуында осы екі негізгі бағытты атап кетеді. Ол бір. Екінші мәселе жаңағы жалған салафизм басқа деген, ол негізі бұл жерде заңгер, сіз жақсы білесіз, терминдік мәселелер да. Егер заңда жоқ болса, оны біз тек қана заң аясында қызмет етеміз және заңға бағынамыз. Ол жалған салафизм деп атайсыз ба, басқа атпен атайсыз ба? Егер де бірақта адамның өміріне қауіп төндіретін болса, жалпы біздің еліміздің бірлігіне қауіп төндіретін болса, онда міндетті түрде ондай ағым болсын, идея болсын, қозғалыс болсын, оның бірде-біреуіне жалпы рұқсат берілмейді де, оған қарсы жұмыста жүргізеді. Мен соны нақты айтқым келеді. Бұл жерде терминдік мәселелер бар, ал ол тек қана бұл жерде псевдосалафизм, жалған салафизм мәселесі емес. Мысалы, сіздер білесіздер, өзге де ағымдар бар. Мысалы, біреуді алдап жатады, арбап жатады, оның барлығына заң түрінде. Қанша ағым бар бізде, мысалы, тыйым салынған? Жалпы бізде ол тыйым салынған ағым, Қауіпсіздік комитетінде көрсетілген ғой, 14 па? Ұлттық қауіпсіздік комитетінде емес, негізі ол кісілерде де бар. Негізі осы біздің прокуратура, бас прокуратураның сайтында 20 шақты ағымдар бар. Діни ұйымдарға. Оны экстремистік, діни демейді ол жерде экстремистік және террористік ұйымдар деп бөледі. Яғни, соған ол ашық барлығы кіріп, әр адам көруге болады. Мысалы, не себепті? Және сот шешімдері бар, әрқайсысын. Яғни сот шешімдері болғаннан кейін олардың жұмысына рұқсат берілмейді де, олар жұмыста істелінбейді. Өйткені олар біздің еліміздің бірлігіне нұсқан келтіретін болса, біздің ең басты, жалпы Қазақстанның ең басты байлығы ол біздің бірлігіміз. Ержан мырза, сізден жаңағы айтқан тыйым салынған ұйымдардың арасында салафизм идеясын, ағымын ұстанатындар бар ма? Жалпы мен тағы да айтып жатырмын, ол жерде мысалы салафизм деген сөз жоқ. Эксперттер оны өз кезегінде салафизм ретінде түсінгендіктен, яғни мысалы Ақтөбе болсын, немесе басқа жағдайларда болсын, яғни сол ағымның жетегінде кеткен адамдар, олар сіздер көрдіңіздер, мысалы қару ұстады, жаңағы адам шығыны болды, басқа жаққа біздің анау әскерлерімізге шабуыл жасады. Ол жалған салафит бола ма, басқа бола ма, олар жалған идеяның негізінде елімізге белгілі бір жамандықтар жасады. Неге біз жалған салафизм дейміз? Салафизм мен жалған салафизмнің айырмашылығы неде? Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі айтты ғой, бұл салафизмнен келді қауіп деп. Бұл жерде дін өкілі түсіндіріп кету керек. Жалпы ағым бойынша және ой бойынша. Бұл жерде идея мен ой түсінікке байланысты ғой. Кім қалай түсінеді? Мысалы, әр адам өзі түсінеді да, осыны өзінің түсінігіне бойынша, өзінің жалпы білім деңгейі бойынша, одан кейін өзінің трактаты бар. Мысалы, аз оқыған адам оны өз деңгейінде түсінеді. Шетелде оқып келген адам өз деңгейінде түсінеді. Ардабек мырза, біз уақыт өткен сайын терең тыныстай бастады. Сіз енді өзіңізді ашық салафитпін деп айтып жүрген азаматсыз ғой. Салафизм сіздің ойыңызша не ол? Идея ма, ағым ба, секта ма? Салафи деген сөз ахл сүннаның синонимі. Ахл сүннаны салафи деп айтуға болады. Ахл сүннаны құтылушылар деп айтады. Білетін имам ахли сүннаны. Ахли сүнна деген сүннет жолын жалғастырушылар ғой, пайғамбардың, Мұхаммед пайғамбардың сүннет жолын жалғастырушылар. Және жеңіске жетушілер деп айтады, түрлі синонимдермен айтады ахли сүннаны. Бірақ қазір өздеріңіз білесіздер, тәкбірлерде, харижиттерде, басқа да жаңағы 73 ағымдағылардың барлығы өздерін ахли сүннамыз дейді. Біз бірақ сендер сияқты патшаға қарсы шығатын ахли сүнна емеспіз.
деп қарижиттерге айтамыз, біз сәләфи ахлі сүннамыз, яғни сәләф сойлықтардың соңынан жүрген ахлі сүннамыз. Кімдердің сәләф кімдер? Сәләф сойлықтардың, яғни ілгерідегі ізгілер, сахабалар, табиғиндер, таба табиғиндер, және Енді жаңа айтып отырған Әбу Ханафи мазхабындағылар да сол ілгерілер сахабалардың, табиғиндердің жолымен жүрмей ме? Жалпы мазхаб көп. Шииттердің де, шиғалардың да мысалы өздері мазхабтары бар. Сол сияқты исламда мазхаб көп, бірақ бүкіл ғалымдар бір ауыздан келісімге келіп, осы дұрыс мазхаб деп қабылдаған осы ірі 4 мазхаб, бұл 4 мазхабты да біз қабылдаймыз. Салафиттер мүфтиятқа бағына ма? Жарнамадан кейін талқылаймыз. Мен айтайын, мен бір мазхабты ұстаймын деп айтуым үшін, мен ол мазхабты жақсы білуім керек. Ол мектеп деген сөз. Мен ол мектептің ғалымдарын білуім керек, олардың кітаптарын оқыған болуым керек, оларды мен басқадан айыра білуім керек, артықшылығын, кемшілігін білуім керек. Ардабек Мен мырза, ештеңе білмей айта насихат болып алмаймын олай. кетпесін, сіз бір ғана сөзін айтыңызшы. Не сонымен? Идея ма, идеология ма? Не Сәләфи, дін ислам. Діндеріңіз ислам. Мұсылманбыз, алхамдулилля. Идеяларыңыз не сонда? Мақсаттарыңыз қандай? Діндегі мақсатымыз. Діндегі мақсаттарыңыз. Діндегі мақсатымыз дінді дұрыс Халифат ұстану. құру ма? Жоқ, халифат құру деген ол өтірік әңгіме. Оны айтатын харижиттер, тәкпірилер болу керек. Ең басты біздің қоғамдағы басты мәселе халықтың жалпы даже діни эксперттердің, теологтардың сәләфилер мен басқаларды айыра алмауында. Харижитпен сәләфиді, тәкпірмен сәләфитті басқаны айыра алмауында. Тіпті кейбір сопылар, айтып олайын, кейбір сопылар мешіттің имамдарын сәләфи, уахабист деп айтады. Себебі олар дейді, әруаққа сыйынбайды дейді. Ардабек, мынаны түсіндіріп жіберіңізші, мен мынаны түсінбедім сіздің сөзіңізден. Біз мына 4 мазхабымыз бар ғой мойындаған, Әбу Ханифа, Малики, Хамбали және Шафи. Біз 4 мазхабты ғана ұстанамыз дедіңіз. Бір мазхабты ұстау үшін дедіңіз сіз. Соны толық зерттеу керек дедіңіз. Білуіміз керек. Мен өз басым білуім керек оны. Сіз бір мазхабты толық бермей, сіз толық білмей, 4 мазхабты қалай ұстанасыз? Мен соны түсінбеймін. Енді сізге түсіндірейін. Біз 4 мазхабтың, мысалы, мен Әбу Ханифаны ұстанамын, қалған мазхабтар ұстанбай болады. Теріс деп мен айта алмаймын. Өйткені 4 мазхаб бірден қабылданған. Сондықтан 4-еуін де мен жоққа шығармаймын, қабылдаймыз, мойындаймыз. Бірақ біреуін ғана ұстанамын деп айта алмаймын. Ардабек мырза, зерттеген ғалым емеспін. Ардабек мырза, бір сөзін айтқан кезде сіздердікі 5-ші мазхаб болуы да мүмкін ғой? Жоқ, ондай мүмкін емес. Мүлде мүмкін емес. Жақсы, Еркінбек мырза. Бірінші жаңағы сәләфи, жалған сәләфилік дегенге мен Ержан Болатханұлының сөзіне қосып кетейін. Жалпы жаңа Арекең айтып тұр ғой, сәләф деген ол алдыңғы өткен буын. Сәләф. Пайғамбардың заманында. Пайғамбардың заманы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан, ең хайырлы буын ол менің буыным дейді. Содан кейінгі буын дейді. Сөйтіп ғұламалар алдыңғы 3 ғасырда пайғамбар өмір сүрген саллаллаху алейхи вассалам, табиғиндар, сахабалар, табиғиндар, табиғиндар өмір сүрген осы 3 ғасырда, 3 буынды ең хайырлы кезең дейді. Бұл енді сәләф. Енді біздің Ханафи мазхабын ұстанушылар, Ханафи мазхабының негізін қалаған біздің ғұламаларымыз, имамдарымыз, одан кейін Шафиғи болсын, Хамбали болсын, Малики болсын, бүкіл барлығы бұл сол сәләфтің жолын ұстанушылар. Яғни мен Ханафи мазхабындамын ба, мен неге сәләфтің жолын ұстанушымын. Ол Шафиғи ма, сәләфтің жолын ұстанушы. Біздің діни басқарма сәләфтің жолын ұстанушы. Енді жаңадан бір топ шықты да, осы соңғы 2-3 ғасырда. Тек қана біздікі дұрыс, біздің ғана сенім ғана дұрыс. Ол енді мынау Нәжд өлкесінде шықты, таяу шығыста. Оның жаңағы үлкенін бәріміз білеміз. Кім екен? Мұхаммед ибн Абдул Вахаб. Біз ғана сәләфилерміз деді. Сәләфтің жолын ұстанушы біз. Қалғандардың барлығы да олар Алланың дінін бұзғандар, өзгерткендер, олардың бидғатшылар дейді ғой өздері. Бидғатшылар, дәл өзі. Әхліл бида дейді оны арабшада. Міне, біз жаңағы нағыз ақиқат жолындамыз деп солай жариялады. Одан кейін оның ілімін жалғастырушылар бар. Оның ілімін жалғастырушылардың ішінде осы біздің заманымызда сәләфизм деген не жалпы атау, термин. Ол осы біздің заманымызда осы 20-шы ғасырдың басында қалыптасты. 20-шы ғасырдың ішінде оны мынау Әлбани деген осы идеяны, осы бағытты насихаттаушы, осы бағытты ұстанушы үлкен жаңағы хадис ғылымының ғалымы болып есептелген кісі бар. Осы бағыттың көсемдерінің бірі. Сол жариялады. Біз сәләфтің жолын ұстанамыз. Біз уахаби емес. Біз алдын бұлар уахабилер қозғалысы болып танылған тарихта.
Ол белгілі. Уахабилер қозғалысы болып танылған Мұхаммед бин Абдул Уахабтың өзінің бауыры айтқан. Бұл уахабилер қозғалысы қауіпті бұлар деп. Сол жаңағы 18 ғасырда Нәжд өлкесінде қалыптасқан. Сөйтіп салафизм деген атау как термин ретінде осы 20 ғасырда қалыптасса да, енді соларға біз сәләфи сымақтар деп жүрміз. Яғни өздерін сәләфиміз деп жариялаушылар, бірақ сәләфтің жолын ұстанушылар емес деп. Түсіндіңіз бе? Сондықтан жаңағы Ержан Болатханның айтып отқан псевдо-сәләфизм осыларға қатысты. Салафизм дегеніміз вахабизм ғой. Бүкіл масқа. Сіздің Нұрсұлтандағы әріптесіңіз Қабылбек Әліпбайұлы салафизм деген вахабизм деп айтады. Екеуі бір нәрсе ғой. Бізден жаңа 1000 жыл бұрынғы пайғамбарымыздың дәуіріндегі, пайғамбарымыздың заманындағы салафизмді айта бермейік. Біз жаңағы сіз айтып отырған 2 ғасыр, 3 ғасырда мына бет әлпетін, түр әлпетін, сыртын мүлдем өзгертіп, идеологиясын басқашалап алған салафтар туралы айтайықшы. Олардың қазіргі қоғамға қаупі қандай? Бар ма қаупі? Қаупі жалпы өте көп. Нақты қандай қауіптері бар? Нақты психологиялық тұрғыдан қауіп бар. Қоғамдық қарым-қатынастарға, туыстық қарым-қатынастарға, одан кейін жалпы біздің мемлекеттің, елдің, қоғамның тұрақтылығына, оны біз осы 11-ші жылы, 12-ші жылы, одан кейін 16-ші жылы болған лаңкестік оқиғаларда көрдік қой. Салафиміз деп жүрген азаматтар бар ғой, біздің бауырларымыз. Солар былай қарағанда мысал үшінге жаңағы соғыс алаңдарына кетіп қалып жатты. Сирияға. Иә. Әрине, бұл салафиміз деп жүргендер бір бағыт емес. Жаңа мысалы біздің ашып айтсаңызшы, харижиттер, тәкфирилер туралы айтсаңызшы, Сирияға кеткен тәкфирлер харижиттер екенін, салафилердің өлсе о жақ аяғына, мені мысалы о жаққа ешкім сүйреп апара алмайды. Ареке, тоқтаңыз. Себебі менің түсінігімде мен сәләфи екенімді ашық айтамын. Менің түсінігімде мен Сирияға баруым үшін маған елбасым, маған патшам бұйрық беру керек. Міне біз мына елде соғысып жатырмыз. Хабарымыздың мақсаты, мен бағана айтам, дау тудыру емес, тек қана талқылау, ашық ой білдіру, танымдық харижиттер, ареке, харижиттер деп айтып жатқан кісілер, олар өздерін салафиміз дейді. Такфирит деп біз айтып жатқан кісілер, олар да өздерін салафиміз дейді. Матхалитпіз деп жүргендер, Раби ибн Хади әл-Матхалидің жолын ұстанамыз деп, сол біздің шейхіміз деп жүргендер, олар да өздерін салафиміз деп жариялайды. Мұхаммед бин Сурурдың жолын ұстап жүр, олар да салафиміз деп жариялайды өзін. Былай қарағанда бәрі салафиміз деп. Сосын мен сізге айтайын, барлығы да, бүкіл барлығы Мұхаммед ибн Абдул Уахабты өздерінің көсемі ретінде қарайды. Барлығы да Ибн Таймияны, рахматуллахи алейхи, 7-ші ғасырда өмір сүрген. Барлығы да өздерінің діни үлкен мойындалған ақидасы дұрыс ғалым ретінде қарайды. Барлығы Ибн Ал-Қайимді да солай қарайды. Сондықтан былай қарағанда мен айтам, жаңа салафиміз деп жүргендердің әрқайсының мысалы жаңағы топ-топ бөлінуі, ол негізгі түпкі діни сенімде емес. Ол саяси ұстанымда. Сосын арғарата сол діни сенімді біз іс-әрекетке айналдырамыз ба, айналдырмаймыз ба деген. Саяси сенім, саяси ұстаным, саяси көзқарастарда ғана айырмашылығы бар. Түпкі діни көсемдерде, діни ұстанымда, діни сенімде онша айырмашылықты біз көрмейміз. Мысал үшінге, діни таза қатып қалған сенімге келетін болсақ, сіз Алла қайда деген сұраққа қалай жауап бересіз? Алла аспанда. Ол харижиттер, такфириттер солай жауап береді. Болды. Не айтасыз? Ал енді сіз айтқан Алла қайда деген сұраққа жоқ. Ардабек мырза. Алла қайда деген сұраққа айтып жауап бересіз? Ардабек мырза. Себебі сіз Матруди ақидасымен айтасыз, дұрыс қой. Ауғанстан, Еркінбек мырза, сонда мен түсінігімше жаңа айттыңыз ғой, муфтиятта бізде салафитпіз дедіңіз, сонда қазір муфтияттың негізгі несі қандай? Жоқ, мен салафитпіз деп атап тұрған жоқпын өзімізді. Біз сәләфтің жолын ұстанушылармыз. Яғни біз Абу Ханифа сәләфқа кіреді. Яғни ол алдыңғы өткен пайғамбар өзінің сөзімен мақтап кеткен буынның өкілі. Көрермен шатастырмайық. Абу Ханифа. Ол 1000 жыл бұрынғы салафизм басқа. Ол салафизм деп аталмайды ол негізінде. Ол салафтар жолы, иә? Ол салаф. Олар деген сөз, салафи деген. 200 жыл бұрынғы салафизм идеологиясының. Бізде мына термин деп бастадық бізде. Термин деп бастадық. Сондықтан псевдо-салафизм деген дұрыс емес. Ол салафизмнің біз жолын ұстанушылар Ерекең дұрыс айтып отыр ғой. Салафизмге жалғанды кірмейді. Жалған салафизм. Сондықтан да
мына кісілер, сіз мына кісіге көңілім толмаса, салафизмнің жаңа салафтық жолды Көңіл бұзып, мына толмайтын, Ерекең айтып тұр ғой, саяси сенім мен өз мақсаттарын жүзеге асыратындарға арнайы термин ойлап табуымыз керекпіз. Бұлар экстремистер, бар ғой, харижиттер, діни экстремистер. Билікте депутаттар мен министрлердің арасында салафизмді ұстанатындар бар ма? Бар болса олар кімдер? Бұл сұрақты жарнамадан кейін қоямыз. Ереке, сіз маған айтыңызшы, сіз жаңа преамбулада көрсетумен баптың, заңның бабында көрсетудің айырмашылығын айтыңызшы маған. Қайсы заңды күшке ие? Бізде мына бір проблеманы айтайын ба? Мына орыстар өздерінің православ діндері басым бағытқа екенін көрсетеді. Армяндар, мысалы, христиандық апостол шіркеуінің басым бағытқа екенін көрсетеді. Мына еврейлер өздерінің, мысалы, азаматтық беру, одан шығару туралы заңдарында мынандай бүйтіп көрсетіп қойған. Израильге дейді, өзге дінге кірмеген еврейлер кез келген уақытта оралуға құқылы дейді. Иудаизмде болғандар келуге құқылы деп отыр да. Проблема бізде мына терминдерді реттеп, соны діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заңға жазу керек. Діни экстремист мынау, мынадан кейін мынау, мынадан кейін. Бізде ол жоқ қой. Бізде ол жоқ. Содан кейін біздің заңның кемшілігін айтайын ба? Біз діни бірлестік құру үшін Қазақстан мұсылмандар одағы діни басқармасының рұқсатын алмаймыз. Уәкілетті орган деген кім ол? Діни басқарма ма? Дін істер жөніндегі агенттік па? Біз бір-ақ адам тыңдауымыз керек қой, бас мүфтиді. Сол үшін бас мүфтидің мәртебесі заңмен реттелмегеннен кейін бізде қазір діни батырлар, дін батырлары көбейіп тұр. Біз егер заң бойынша келетін болсақ, мүфтиятты емес, дін істер комитетін тыңдауымыз керек. Өйткені Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы қоғамдық ұйым ғой. Осыған не дейсіз, Ержан мырза? Діни бірлестік, қоғамдық бірлестік ол. Ерғанат, бізде ше? Мүфтиятқа ешқандай қолына заң да берген жоқ, біз ешқандай күште беріп отырған жоқ біз мысалға. Ал өздеріңіз не реттеп отырсыздар? Жақсы. Бірінші сұраққа жауап берейін. Яғни преамбуласы мен баптарына байланысты. Заңгер ретінде сіз жақсы білесіз. Яғни біз зайырлы мемлекет болғандықтан ешқандай да қандай да бір дінге басымдылық бере алмаймыз. Ол бір. Екінші мәселе, преамбуласында жалпы рөлі көрсетіледі, бірақ та баптардан айырмашылығы үлкен. Яғни баптардағы жазылған жазу орындалу керек болатын болса, сол арқылы заң үкім шығарылатын болса, преамбула ол жалпы кіріспе сөз ретінде. Бұл бірінші сұрағыңызға жауап. Екінші сұрағыңызға уәкілетті орган. Негізі уәкілетті орган дін саласындағы жалпы мысалы түсіндіріп кетуім керек, ол қазіргі таңда дін істер комитеті. Не себепті? Біз жалпы мемлекеттік билік егер де заңды кез келген діни ұйым болсын, басқа да ұйым болсын, бұзбаса, біздің конституциямызға сәйкес оның ішкі жұмысына араласа алмаймыз. Ол екінші мәселе. Үшінші мәселе, экстремистік басқа топтарға байланысты. Бізде жалпы мемлекеттік бағдарлама бар, 18-22 жылға осы арналған, осы діни экстремизм жөніндегі мемлекеттік бағдарлама. Сол жерде жалпы бүкіл мәселелер көрсетілген, қамтылған. Былайша айтқан кезде, Ержан мырза, сіздер дін істер комитеті болсын, құзырлы органдар, ұлттық қауіпсіздік комитеті, прокуратура тек қана салдармен күресесіздер. Оқиға болып қойғаннан кейін себептермен қалай күресесіздер? Жоқ, мен осыны айтып кетейін. Мен алдыңғы сұрақтарға жауап бердім енді. Ең бастысы біздің жұмыстағы ол белгілі бір құқық бұзушылыққа алып келмеу. Сол себепті мысалы бізде одан кейін жалпы облыстарда дін басқармалары бар. Оларда арнайы топтар, түсіндіру топтары бар. Олар мысалы проблемалық жер базар болсын, немесе де қазіргі кезде әртүрлі мысалы адам жиналатын орталар болсын, сол жерге барып түсіндіру жұмыстарын жұмыс істейді. Мысалы жусанға байланысты, немесе сол кезінде сол Сирияға кеткен азаматтардың қателіктерін, немесе де оған кеткісі келіп жүрген адамдармен жұмыс түсіндіру жұмыстарын. Ең бастысы қауіп қазіргі кезде ол жалпы
интернет желісінде болып отыр. Жақсы, бізде Осы мен айтайын, осы жерде интернет желісінде, мысалы бізде қазір бір заңмен басқамен оқшаулана алмаймыз. Көбісі жаңағы өз білім деңгейіне кіреді, немесе де басқа материалды оқып отырып, ссылка арқылы үшіншісіне кетеді, ары қарай мысалы оны ұстаз болмағаннан кейін түсіндіретін, адам болмағаннан кейін белгілі бір шатасуларға кетеді. Ең басты жұмыс бізде қазір осы интернет жүйесінде болып отыр. Мысалы біз 17 мың сілтемелерді қазіргі кезде деструктивті сілтемелерді көріп, оларды мысалы алып тастап жатырмыз. Алып жатсыздар ғой. Алып жатырмыз. Бірақ та оның тағы бір мәселесі бар. Мынандай мәселе. YouTube каналы болсын, ВКонтакте болсын, басқалар болсын, сіздер білесіздер, ол Қазақстанда емес. Яғни олардың өз түсініктері бар кейбір жағдайларда. Біз оларға хат жазамыз, бірақ та олар өздерінің түсінігі бойынша бұғаттау немесе бұғаттамау шешім бар. Және бұл жерде жеке адамдардың мәселесі өте үлкен. Мысалы, біз қазір көріп жатырмыз, жеке адамдар, егер де бір лаңкестікке, басқаға шақыратын болса, оларды барлықтарыңыз интернет жүйесімен жақсы жұмыс істеп жүрсіздер ғой. Жазғаннан кейін Facebook болсын, басқалар Instagram болсын, олар сол мәселені алып тастап отырады. Ол жеке азаматтың сауаттылығына да байланысты. Мен бір сұрағым бар Ереке. Мына бізде діни сараптама туралы заң бар ма? Діни сараптама бізде көрсетілген. Жоқ, көрсетілген. Бізде заң бар ма, заң? Мен айтайын қазір. Біздің діни бірлестіктер жөніндегі заңда осы діни сараптама жөнінде түсінік бар және көрсетілген. Енді екінші қағидасын айтайын. Екінші ережелер бар. Сол ережелерге сәйкес діни сараптама жүргізіледі. Жақсы, түсінікті. Ержан мырза, енді сұрақтан сөзден сөз туады, сұрақтан сұрақ туады. Мына жаңағы алдын алу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз дедіңіз ғой. Өзіңіз білесіз, жаңағы 2011-2012 жылдардағы террорлық актілерден кейін бұл терроршылардың, экстремистердің мешіттерге жиі бармайтыны белгілі болды. Мешіттерде емес, олар жаңағы үйлерде, жеке бір орындарда жиналып, өздерінің үгіт насихаттарын жүргізеді. Осындайлармен қалай күресіп жатсыздар? Мысалы, олардың алдын қалай алуға болады? Қандай шектеулер қоюға болады енді? Бұл жерде біз бірнеше бағытта жұмыс істеп жатырмыз. Алдында айтып кеткен үгіт насихат топтары бар. Үгіт насихат топтарына кім кіреді оларға? Қазір айтамын. Белгілі бір білімі бар теологтар кіреді, ғалымдар кіреді, сонымен қатар заңгерлер кіреді, психологтар тіпті кіреді. Олар осы түсіндіру жұмыстарын жүргізеді. Қазіргі таңда бізде жалпы осындай лекторлар 2000-нан асады, бірақ та таңдаулы қосымша біз 300 адамнан құрылған арнайы пул құрылған. Олар осы аймақтарда жұмыс істейді. Солар жұмыс істейді. Олар жұмыс істейді. Ол бір. Екінші мәселе, ол жалпы интернеттегі түсіндіру бойынша. Интернетте түсіндіру бойынша жалпы біздің комитетте осындай басқарма бар. Одан кейін облыстарда жалпы мониторинг жасап отыратын және де осы түсіндіру жұмыстарымен айналысып отыратын діни басқармалар бар. Одан бөлек мен білем, осы жақында Қазақстандар мұсылмандар дін басқармасында арнайы осындай мониторинг топ жұмыс істейді. Сонымен қатар осы жерде жалпы өзге бір ағымдар, экстремистік ағымдармен жұмыс істейтін арнайы бөлім ашылды. Бұл жерде мен айтып кетейін деген не себепті мен бұны қайта-қайта айтып отырмын. Біз мысалы жусанмен қайтып оралған біздің ұл қыздарымызбен немесе де осы елде белгілі бір экстремистік идеяларға шақырып кейін түрмеге түсіп қалған адамдармен сөйлесеміз. Ол анау Ақниет оңалту орталығы бар, бізде дін басқармалар бар. Олармен сөйлескенде олар айтады, мысалы біз интернетке кірдік, біз білмедік. Ең басты білімде дейді, егер сіздер алдын ала немесе де біздің біліміміз болса қазіргідей бізге түсіндірсе, мүмкін біз бұған бармас па едік дейді. Яғни ең бастысы бұл жерде адамның білімі дайындылығы да. Сіздердің ұстаздарыңыз кім? Сіздер кімдерді тыңдайсыздар? Ешкімді ұстаз деп атамаймын, мен бірақ Гүлмұратты тыңдаймын, Назратуллахты тыңдаймын, Башпаевты тыңдаймын. Бұған дейін мына кісілердің барлығын тыңдағанмын, мүфтияттағы адамдарды. Қазір жаңағы аталған үш адамды тыңдаймын. Енді қазір қатарларыңыз көбейіп жатыр ма? Салафтардың көбейіп жатыр, азайып жатыр деп өтірік айта алмаймын, себебі салафтар топтаспайды, ұйымдасып, бір жерге жиналып, бір жерде отырып уағыз тыңдау, ондай бізде жоқ.
кезігіп қалса, егер мысалы Ділмұрат кезігіп қалса, мен қуана отырып алдынан тыңдауға болар еді, бірақ ондай мүмкіншілік жоқ менде. Армандап жүрсіз ғой, аңсап жүрсіз ғой. Әрине, білім алған жақсы ғой, жақсы нәрсені Сіз неге үйренген. Еркінбек Шоқайды тыңдамайсыз? Ерекеңнің білім деңгейі Ділмұраттың білім деңгейіне жетпейді. Сондықтан мен Ерекеңнен гөрі білімді адам бір рет болса да болғандықтан тыңдадыңыз ба? Бізде муфтияттан кім тыңдадыңыз осы Ерсін уақытқа әмірені тыңдадым. Мен енді айтайын, дінге ертерек келдім, бірақ менің дінге келуіме себепші болған Нұршылар еді. Сайд Нұршылар еді. Қазір Қайрат Жолдыбайлардың сектасы ғой. Қаншама кейін олардың мен Сайд Нұрсиді пайғамбардан жоғары қоятын түсіндім. қаншаға бөлініп кеткенсіздер өзі? Көп қой, жетеді. Жетеді ағыл. Өздеріңіз іштей болса да соған өздеріңіз бір өкпелемейсіздер ме? Неге біз осы қазақтың арасына іріткі салып жатырмыз ау, бөлініп жатырмыз ау деп, мысалға қоғамға зиян келтіріп жатырмыз ғой деген сияқты ой келмей ма? Өздеріңіздің мына түр сипаттарыңыздан бастап балақтарыңызға дейін мысалға. Жоқ, мен салафи деп тұрған жоқ, мен жалпы айтып отырмын. Өздеріңіз осылай бір бөлініп жүргендеріңіздің, сіздің мысалға жай ғана айтайық, бір қоғамнан алшақта бөлініп жүргеніңізге, мүфтияттан бөлініп кеткеніңізге мысалға бір іштей бір ыңғайсыздық, кінә сезінбейсіздер? Күнә емес, кінә. Тыңдасаң айтайын, сен сұрақ төпелей бересің. Мүфтияттан бөлінген ештемеміз жоқ. Жаңа өздеріңді айтып тұрсыңдар, мүфтият деген қоғамдық бірлестік. Рахмет, осы жерде әңгімемізді тоқтата тұрып, жарнамаға кезек берейік. Қымбатты көрермен, 5 минуттан кейін ораламыз. Мүфтияттар, имамдар бізде нені талап етеді? Маған басшы деп бағын дейді. Мен не айтсам, соны айнытпай орындауым керек. Жоқ, менің басшым президент. Маған ертең жихадқа шақыра алатын, атаның рұқсатын берсе, батасын берсе, сол шақыруға баратын жалғыз басшым бар, ол президент. Мен имамдар түрлі имам көргім, бұл жерде абыройларын төкпей ақ қояйын, небір имамдар көргім. Бірақ солардың басты қоятын талабы, жамағат сол имамды бастық деп қабылдау керек та, мешітке кіргеннен имамға бітті. Имеке деп жүр. Ол мен оны қабылдай алмаймын. Ол басшы емес, ол қоғамдық бірлестіктің дінді жауаптап қойған, мешітке аманаттық қойып қойған адам, мешіттің дүние мүлкіне қарасын, келген жамағаттар қырылысып қалмасын, дұрыс түсіндірсін, дінді дұрыс үйретсін деп қойған адам. Ол басшы емес маған. Ең үлкен проблема осыдан туып отыр да. Сіз мешітте имамға да бағынбайсыз. Имамға бағынбаймын емес, мен имамға үйім. Имам намаз оқыса, мен артынан тұрып үйімін, болды. Бірақ имам болғаннан кейін, бері кел, сен мен жасаған мынауымды жаса десе, мен бағынбаймын. Мүфтиге бағынбайсыздар. Бір сұрақ, тағы бір сұрақ. Ардабек мырза, салафиттер үшін намаз оқитындар, мұсылман, намаз оқымайтындар кәпір деген әңгіме рас па? Айтайын. Кімде-кім өзін мен мұсылманмын десе, біз оны мұсылман деп қабылдаймыз. Кімде-кім өзін мен кәпірмін десе, оны кәпір деп қабылдаймыз. Егер біреу өзі мұсылманмын деп тұрып, бірақ ісінде күпірлік болып тұрса да, біз оны кәпір деп айтпаймыз, оны мұсылман деп қабылдаймыз. Болды. Намаз оқымайтындар кәпір емес деген ол. Жоқ, ондай вообще түсінбейді. Ол тәкпірлер мен харижиттер деген әңгіме. Салафилерге қатысы жоқ. Жаңа материалымызда көрсеттік қой біз. Салафиттердің өзі үшке бөлінеді деп. Олар да такфирлер де, харижиттер де өздерін салафитпіз дейді. Матуридилер бөліне ма? Айтыңызшы, матуридилерді Байсалды матуриди, Әрекет тоқтай тұр. Экстремист матуриди деп бөліне ма? Айтыңызшы, Ауғанстандағы толиптар, жаңағы соғыс отқан бәрі матуриди. Пәкістандағының бәрі матуриди. Енді оларды біз террористлер немесе радикалды матуридилер, сіздерді Байсалды матуридилер бөлеміз ба? Бен Ладен барып, тура сол сияқты салафилерді бөлуге болмайды. Енді сөзді Бен Ладен барып, көптеген шаруаны ұйымдастырды сол жақта. Бен Ладен матуридит емес қой. Главный болды. Білесіңдер ғой енді оны. Енді қара. Сырттан бағалап тұр да мысалы. Арекеңе бір информацияны айтайын да. Сырттан бағалап тұр. Ерсін Әміренің білімі мынандай, Еркінбек Шоқайды мойындамаймын, тілімі. Мойындамаймын деп айтқан жоқ мен. Бұл жерде былай ғой, Ареке. Сырттан бейтіп бағалай салу емес. Мысалы, сол екі адам, екеуі кездесіп, бір-бірімен сұхбаттасып, сөйтіп екеуі бір-бірімен білімін, өздерінің жаңағы сауаттылығын салыстырса, сол кезде барып қайсысы басым шықса, соны білімді деп айту керек. Дұрыс па? Дұрыс. Ал енді біз Ділмұратты, мысалы Ерсін Қари екеуміз, Ерсін Қари менің бірге оқыған досым, өте білімді жігіт, ақидадан өте сауатты жігіт. Ділмұратты қанша жыл сұхбатқа шақырдық. Айналайын кеш,
отырып сұхбат қылайық. Осылай міне сізбен сұхбаттасып тұрған секілді. Ой таласайық. шақырдыңыздар ғой, Тоқсаншы сіздер. пікір таласайық. Пікір таласқа Жоқ, шақырасыздар да тоқсан мәселен. дұрыс қой, пікір таласайық. Пікір таласта ақиқат шығады ғой ортадан. Ол дінде келмей де, қойды ғой сонда, иә? білімде де барлығында белгілі. Ақиқат, білім екі адамның ортасында пісіріліп жетіліп шығады. Келмейді ешқандай Ділмұрат. Оқтам Енді осы Ерсінғариға сөзіңізді қолдаймын, тоқтаңшы. Оқтам Ерсінғариға келіп қалды. Байқамай. Бәріміз білеміз, бүкіл Қазақстан білеміз 9 сағаттық диспутты. Оқтамның қаншалықты сауатты екені, оның қаншалықты білімді, өзінің пікірін, көзқарастарын негіздей алатын терең кітаптарды оқып тастағаны Ерсінмен сұхбаттасқанда, яғни пікір таласқанда белгілі болды. Оқтам белгілі бір деңгейде сол жаңағы Ділмұратқа біріншіден жексұрын болып қалды. Одан кейін қаншама өзіне шейх деп сіз секілді кәдімгідей имандай үйіп жүрген жігіттерге жексұрын болып қалды. Ділмұрат кәдімгі жазғырды Оқтамды. Сен неге сұхбатқа барасың деп. Болмайды олай. Пікір таласып, сосын ортадан ақиқатты шығару керек. Ол Ділмұрат не істейді? Оқтам не істейді? Тек қана мысал үшін ешқандай басқа тарапты білмейтін, өзіне ерушілерді ғана, сен ананы тыңдама, мынаны тыңдама, ол бидғатшы, ол адасқан, ол жаңа сипаттардың бәрін жоққа шығарады дейді да. Мынандай әңгіме айтылады дейді ғой. Жан-жақты адасып кетесің деген сияқты әңгіме айтылады. Жан-жақты білмейтіндерді мен қатырып жүрумен айналысады. О неге келіп, мысал үшін мықты болса Ділмұрат, Ерсіннің ақидасын өзгертпейді. Ерсінді неге дұрыстап, жақсылап, насихаттап, Ерсінге мойнына ақиқатты қойып бермейді? Пікірталасқа, дискуссияға келуге болады, егер тыңдаушы тараптар бір-бірінің дәлелін қабылдайтын болса. Ал дәлел қабылдамайтын адамға келіп пікірталасып ешбір қажеті жоқ. Дәлелді қабылдамайды деп. Мәселе сонда ғой. Ереке, дәлелді қабылдамайды деп алдын ала томпышуға болмайды. Пікірталасқа отырсын, дәлелді айтып көрсін. Одан кейін қабылдамаса, онда қабылдамады Ерсін деп кетеді, қайтып келмесін болды. Құқықтық кеңістікте мысалы сондықтан Ділмұрат білімді, Ерсін білімсіз деп айту сіздің тарапыңыздан қате. Ешкім білімін тексермейді. Салыстырыңыз бірінші. Жоқ, білімді болса келмей ма? Пікірталасқа келмей ма? Ерғанат, менің ойым былай. Мысалы, қараңыз. Түрмеге отырғызып қойса, үстінен сол Ерсін түрмеге отырғанға енді ондаған жыл бойы шақырды ғой. 40 мәрте шақырдық қой енді. Ойым былай да. 10 жыл бойы ойым былай шақырды ғой енді. Қылмыстық ұйымдардың басшыларын біз қылмыстық ұйымға басшы болып идея жасаған үшін қамаймыз. Ол Қырғызстанда Қамшы Көлбаев, российский қылмыстық заңдағырлар бар. Бәрін отырғыздық. Бәрін отырғыздық. Сол үшін бізде құқықтық экстремизмге бару керек. Неге? Дін істері жөніндегі агент қауіпті адамдардың тізімін беріп, Қазақстанның ішіндегі адамдарды өзіміздің құқық қорғау органдарының күшімен, халықаралық аумақта жүргендерді Интерполдың күшімен бәрін қамау керек. Біз батыл шешімге қабылдап, біз проблеманы осы уақытқа дейін осы мәселе жүктің бәрін Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының мойнына салып қойдық. Айлықталмайды. Салып қойдық. Содан кейін мәселе мына, дін істері жөніндегі агенттік құрдық па, бізде заңға бағынамыз деп отырмыз ғой. Заңға бағынғаннан кейін осы кісілердің талабы бойынша жұмыс істеп, жаңа заңды қабылдауымыз керек, дін басының рөлін күшейту керек, содан кейін мына діни экстремистік лидерлердің бәрін қамау керек болды. Тыныш болады. Жыланның басын жапсаң, оның құйрығынан у шықпайды. Дәл қазір бізге дін басының рөлін күшейту. Ержан мырза, бір ауыз сұрақпен жауап беріңізші. Салафилер еліміздегі саны қанша? 5 жыл бұрын 15 мың еді, қазір қанша болды? Қалай санайсыздар? Қалай санайсыздар сосын? Расымен де. Негізі ондай салафи емес деген санақ жоқ. Онда 5 жыл бұрын қайдан шыққан статистика бұл? Мен сізге айтайын. Жалпы бізде терроризмге қарсы орталық бар. Былтыр соның басшысының орынбасары Швейкин деген мырза, ол салафизм емес, жалпы деструктивті радикалды топ жөнінде айтқан 20 мың деп айтты ол кісі. Жақсы. Ең негізгі проблемалар неде осы салафизм, басқа радикалды экстремистік ұйымдармен күресудегі ең негізгі проблема неде? Сіздің ойыңызша олар көбейіп жатыр ма, азайып жатыр ма? Негізгі проблема. Еркінбек мырза, көбейіп жатыр ма, азайып жатыр ма? Оны мен айта алмаймын. Көз алдыңызда күнде мешітте жүрсіз, сіз айта аласыз. Мен айтам, азайып жатыр. Неге? Себебі қазір бұлардың насихаты біздің қоғамда міне дін істері комитетінің өкілетті мекемелердің, құзыретті мекемелердің көмегімен насихаты бұлардың халықты бұзатын шектелді. Соның нәтижесінде қазір азайып жатыр. Қазір мысалы Арекеңнің өзі айтып отыр, біз жинала алмаймыз деп отыр. Кезінде Ділмұратпен кездесе алатын еді Сарыағашқа барып. Енді бұлардың ең негізгі проблемасы, мен айтайын, ең негізгі проблемасы екінші тарапты тыңдамауы. Бұлар тыңдаса, сөйтіп екі жақты салыстырса, мысалы Ділмұраттың өзі тыңдамайды Ерсінді.
Мысалы, тыңдауға келіп, сұхбаттасуға келген Октамды ол жазғырады. Сен неге бардың? Бидғат иесімен сұхбаттасуға болмайды, анау неге болмайды? Тарихта мысалы муътазилиттермен мысалы үлкен біздің ғұламаларымыз кәдімгі пікір таласқан, әртүрлі сондай адасушылықтармен Хазіреті Али мысалы үшінге барған. Хазіреті Али өңкей жаңағы хауариждермен 4000-мен Хазіреті Али соғысқаннан кейін Абдулла ибн Аббас кешірім сұраймын. Абдулла ибн Аббас мысалы олармен сұхбаттасып 4000 хауарижді қайтарған сұхбаттасып. Бұлар тыңдамайды. Тыңдаса, бұлар қайтады. Ол хауариж ғой, сәләфи емес қой енді. Жоқ, мен мысалға айтып жатырмын. Көке, мен мысалға айтып жатырмын. Ареке, мен мысалды айтып жатырмын. Сұхбаттасу проблема жоқ. Осы заманның мысалын келтірейікші. Өте дұрыс айтасыз, Ереке. Мен де дінге келгенге дейін айтайыншы. Мен журналистпін. Мен ешқашан бір тарапты ғана бермеймін. Міндетті түрде екі тарапты беру журналистің басты парызы. Неге қоғамдық саяси ток-шоуында дәл осы жерде жарнама? Бір минуттан кейін ораламыз. Мен дін адамдармен сөйлескенде де сізбен сөйлесім, сіз Ділмұрат туралы жаман айтсаңыз, мен Ділмұратты да тыңдайтынмын. Неге? Рас па екен айтып жатқан. Ділмұрат туралы жаман айтқан емеспін. Көпке дейін мен Ділмұраттар тыңдаған емес едім. Бірақ маған олар жамандатқыз, мақала жазғызған адамдар болды. Сөйтіп жазсайшы, ана өзбек айтама бізге, тәжік айтам уағызды, жаманда да ұр деп жазғызған адамдар болды. Жазып жүріп мен ойладым, осылар неге осы бәрі жабылып кетті, тыңдайыншы. Тыңдадым. Мен бәрін тыңдағанмын. Мен жаңа Құрбанәлі, Исматұлы, Мақсұм дегендердің қастарында да жүргенмін. Солардың қасындағы жүрген мүриттеріммен бірге жұмыс істегенмін кезінде, білесіз өзіңіз. Қазір тыңдасаңызшы. Жоқ, айтып тұрмын ғой. Мен бәрін тыңдап келгенмін. Жоқ, қазір де әлі салыстырамын. Тыңдамайын деп жатсыз жаңа. Мен тыңдасаңызшы. Ардабек мырза. Қажет болса тыңдаймын. Ардабек мырза, қанша жыл бұрынғы әңгіме, сіз қашан бастадыңыз тыңдауды? 2010-да басталған әңгіме ғой. 10 жыл бұрынғы жаңа қауымдар пайда болды. Ал негізі 2010-ға дейін мен жаңағы Нұршылар арқылы дінді алғаш келіп түсініп келген сол кез болатын. Мен Нұршылардың да сырын көрдім, Сүлейменшілерді көрдім, бәрін сырын көріп келдім. Ардабек мырза, мен сіздің сөзіңізді бір ретте бөлген жоқпын. Бағанадан мен байқадыңыз, бір ретте сөзіңізді бөлген жоқпын. Еркінбек мырза ойынын аяқтаса қысқа нұсқасы. Бөліп жіберіп жатсыз сіз менің сөзімді. Қысқа нұсқа негізгі проблемалар жарайды. Мысалы, мен Атырауда қызмет еттім. Атырауда біраз осы бағытта біздің бауырларымыз бар да. Солардың тыңдамауы біздің олармен сұхбаттасуда, оларды кішкене болса да көзқарастарын, яғни радикалдық көзқарастарын өзгертуде үлкен кедергі болды. Ал мен кесіп айта білемін. Тыңдағандары, кішкене сұхбатқа отырғандары 70-80% өзгерді пікірлері. Себебі көсемдері, жаңағы сіз айтып отқаны бар, басқасы бар. Бидғат елерін тыңдамаңдар дейді. Содан кейін сіз мысалы үшінге мен тек қана соларды тыңдаймын, Еркінбек Шоқай, Ерсін Әмірлерді тыңдамайын деп тұрғаныңыз сол. Өзіңіз бидғат иесі деп санайсыз ба? Бидғат иесімін деп санайсыз ба? Жоқ, олай деп санамаймын әрине мен. Неге айтасыз, біз тыңдамайды айтады. Оны енді Ділмұрат солай айтады ғой бізде, енді ол белгілі нәрсе ғой. Өзіңіз мойындап тұрғандай болып тұрсыз ғой, мен бидғат иесімін деп қазір. Сөз қылмаң. Сіз тағы бөліп жатсыз. Сөздің, сұхбаттың әдебін тағы бұзып жатсыз. Болмайды олай, ұят болады. Қоғамдағы салафиттердің негізгі сипаты қандай? Мен мынау сыртқы атрибуттарға қатты мән беруге келіспеймін. Сыртқы атрибуттарға. Мәселе оның санасында. Мысал үшінге, имамдарды мүлдем қабылдамаймын, имамдарды тыңдамаймын, оларға бағынбаймын, тек қана ұйымда кетем деген ол белгілі бір атрибуттардың бірі. Неге? Себебі біздің имамдар 14 ғасырдан бері жалғасып келе жатқан, біздің елімізде 12 ғасырдан, 11 ғасырдан бері дәстүрлі ұстанымды насихаттап жүрген діннің қызметкерлері. Әрине енді мысал үшінге бір қарын майды бір құмалақ шіртеді деп бір имамды кішкене оғашқылығын көріп қалса, мысал үшін бұл кісі секілді барлық имамға топырақ шашуға болмайды. Барлық имамға қаралауға болмайды. Сондықтан ең негізгі несі осындай көзқарастарында бұлар. Көзқарастарында. Осы көзқарас дегенге келейік. Әріптестер, нені синхронды берсеңіздер, осы жерде біз ақпарат және қоғамдық даму министрі Айда Балаева ханымның бір пікірін тыңдасақ. Көптеген пайда болған мынау теріс ағымдардың пиғылдарынан да арылу мәселесі ғой. Енді қазір өздеріңіз көріп отырсыздар, кей діни ағымдар бар. Ол біздің дәстүрімізден бездіріп жіберетіндей. Өз ата бабасынан кім безеді? Қазақта жақсы сөз бар ғой, өлі разы болмай, тірі байымайды деген. Кейбіреулер мынау зираттың басына жоламайды. Ал бізде енді Құранымызды оқып, ата бабаларымыздың рухына тағзым етіп атамыз. Оның барлығы бізде қанымызда бар. Ардабек мырза, салафиттерде
жеті шелпек пісіруға болмайды дейді. Дәстүрлі жаңағы өзіміздің ән күйімізге, биімізге жаңағы тыйым салынған. Солай ғой. Марқұмдардың 40-ын беруге, 7-сін беруге тыйым салынған. Солай ма? Тыйым салынған, салынбаған деп айта алмаймын. Біз дінде барды істейміз да, жоқты істемейміз. Шариғатта бар нәрсені істейміз, жоқ нәрсені істемейміз. Жалпы айтайын, сәләфилер ешқандай дәстүрге қарсы емес. Біздің қазақтың дәстүрінің барлығы дінмен біте қайнасқан. Мысалы, келіннің сәлем салуына, бет ашарға қарсы дейді, ешқандай қарсылығы жоқ. Келін өзінің үйінде жүрді, өзінің үйінде ол ашық жүре беретін. Енді бөтен үйге келін болып бара жатыр. Жолда оның бетін жауып қоятын, бөтен еркектер оны көрмеу керек. Күйеуінің үйіне келгеннен кейін оған міне мынау енді үйің бетіңді ашып жүре бер деп бетін ашатын болған. Ол қазаққа дәстүр болып сіңген. Бірақ оны кейін жаңағы домбырамен ән айту, ақша салу деген сияқты андай бұндайды қосып жүреді. Біз айтамыз, анауың дұрыс емес, бірақ келіннің бетін жауып әкеліп, ешкімге көрсетпей, ар ұятын сақтап, алып келіп өзің отбасына әкеліп көрсету, онда қандай беташар болмайды, бірақ орамал тағуға болады, ата-ананы сыйламайды деген өтірік. Сәләфилерді аралап сұрап шықсын, үйлеріне барып әке-шешесімен мысалы қалай сыйлайды. Біз нақты айтыңызшы, жеті шелпек бола ма бұл? Жеті шелпек білмеймін қандай пайда бар екен. Өз басым бұған дейін істемеген, беташар болмайды. Істемеймін. Беташар болмайды. Дәстүрлі ән тағы да болмайды. Музыканы сәләфи емес де адамдар бар, музыканы сүймейтін, ұнатпайтын. Дінде сәләфи ғана емес, жалпы шариғатта музыканы өзіңіз білесіз. Енді ана кісілер біздің енді көптеген дәстүрлерімізге қарама қайшылықтар бар. Осы тұста мына сұрақ қойылады. Осы тұста мына сұрақ туу керек деп ойлаймын. Біз дәстүрлі дін деген, біз бала күнімізде мысалға дәстүрлі дін, анау салаф, уақап деген нәрсені білмейтінбіз. Бізде ақсақал көріп өскен баламыз мысалға, ата көрген баламыз. Бөлінбей жүрдік. Мына дәстүрлі дін деген қайдан шықты? Бұл қандай дін? Түсіндіріп бере аласыздар ма? Кім түсіндіріп бере алады? Мен де білгім келеді, дәстүрлі дін деген екенін. Рұқсат болса. Ата бабаны сыйлайтын дін ғой. Ержан мырза. Жалпы бізде терминдерде заңда ондай түсінік жоқ. Дәстүрлі емес деген түсінік жоқ. Бірақ та біз өзіміз түсініп жүрген сонау тарихи қалыптасқан сана бойынша, яғни ата баба ұсталған дәстүрлер, ырымдар болсын, осы рухани жолын дәстүрлі жол деп түсінеді. Жаңағы алдыңғы айтқан заңда преамбуласында не себепті жазылған? Яғни біздің еліміздің тарихына, мәдениетіне, рухани байлығына қосқан үлесі негізінде осы преамбуласында көрсетілген бұл мәселе. Термин ретінде дәстүрлі емес деген жоқ. Және де тағы бір айтатын бізде Ержан мырза, осы жерде тоқтай тұрыңыз. Преамбулада көрсетілген нәрселерді дәстүрдегі нақты айтып беріңізші. Мынау рұқсат етілген деген сияқты. Әйтпесе сізден басқа тіпті білмеймін кім түсініп тұр осы преамбула деген нәрсені. Тарқатып айтып беріңізші. Заңға ережелер, ол ерекең айтып тұрған жаңа Абу Ханифа мазхабына негізделген, ұлттық дәстүрлерді сыйлайтын, өзгелердің құқығын бұзбайтын деп. Ол жерде заңда жазылмаған Абу Ханифа мазхабына негізделген деген нәрсе жазылмаған. Орынбасар мырза, сіз шатастырмаңыз. Жоқ, конституция туралы емес әңгіме. Жоқ, конституция емес. Бұл жерде жаңағы дін. Заңда, әңгіме заңда, жаңа діни бірлестіктер жөніндегі заңда. Ол жерде жалпы жазылған Абу Ханифа, одан біздің ислам, және де православие деп жазылған. Абу Ханифа деп жазылған. Ханафи бағыты деп жазылған. Ханафи бағыты деп жазылған. Исламның ханафи бағыты деп жазылған. Бар. Тайға таңба басқандай жазылған. Сол жазу конституцияда тұру керек қой. Сол жазу конституцияда. Және де айтайын деген бұл жерде тек қана заңмен жүрейікші, негізі термин мен заң ең басты мәселеде ешкімді шатастырмау үшін, жаңағы қосымша ойлар болмау үшін. Бізде діни бірлестіктер, егер діни бірлестіктер ретінде жұмыс істегісі келсе, міндетті түрде олар жаңағы тіркеуден өту керек. Бізде жалпы біз айтамыз 18 конфессия бар. 18 конфессия өзінің құқықтарын тіркеуден өтпесе тыйым салыну керек. Тіркеуден, егер олар діни ұйым ретінде танылғысы келсе, олар экспертизадан өту керек. Жаңа заңгеріміз айтып отырған. Және де мемлекеттік органдар. Ереке, сіздер анау Ержан мырза, Назарбаевтың өзі айтты, салафизм қауіпті деп, айтты ғой. Егер тіркеуден өтпеген болса, жаңағындай дінге қайшы, халыққа қайшы жұмыстар жүргізіп жатса, неге нақты бір тыйым салынбайды? Нақты тыйым салынады. Конституцияда да бар бізде, заңда да бар. Егер де жаңағы лаңкестікке және басқа жолға бастайтын болса, онда ондай бастаса ғана салынады. Бастаса немесе іс-әрекет қылса, ондай діни бірлестіктердің жұмысына жол берілмейді деген заңда бар ол.
ол діни бірлестіктерде де бар. Ертеңге бір сұрақ қояйыншы, жаңағы Жақсы. Ханафи бағыты деп дінде заңда жазылды дедіңіз ғой. Енді сол заңда ары қарай жазылған ба, басқа мәзһабтарды ұстанғандар қудаланады, сотталады деген сөз бар ма? Тыйым салынады. Тек қана Ханафи мазһабын ұстауымыз керек деген бап бар ма? Басқасы жол жоқ деген әңгіме бар ма? Рұқсат болса, сол преамбулада егер оқысаңыздар, басты мәселе неден шығып отыр? Мысалы, сіз оны оқымағаныңыз көрініп тұр да, ренжімеңіз, иә? Сол сұрап жатырсыз. Сол жерде ары қарай жазылған. Бірақ та басқа діни бірлестіктердің жұмысына, басқасына ешқандай тыйым салу ондай жоқ. Біз зайырлы мемлекетпіз. Діни бірлестіктердің деген мәселе бар ғой. Діни бірлестіктердің. Ең басты барлығы біздің конституциядан шығады. Конституцияда біз зайырлы мемлекетпіз деген және ұлтаралық, дінаралық араздыққа жол берілмейді деген. Яғни ешкімді кемсітуге болмайды. Заң аясында жұмыс істесе, жұмыс істесін. Мүфтияттың немесе жаңағы жалпы үкіметтің, сіздердің жаңағы дін істері комитетінің осы бір ғана бағытты дейікші, бір ғана ағымды, мәтуридилік ағымды қолдап соңған етіп қалғанын жоққа шығарып жату заңға қайшы ма, жоқ па? Ондай жоқ. Біз ондайды күнде жасамаймыз да. болып жатыр ғой енді міне. Жоқ, сіз түсініңіз. Сіздерде дискуссия діни басқармамен жүріп жатыр. Егер заңға сәйкес болса, ешкімді егер заңға қайшы іс-әрекеттер атқармаса, діни өзінің көзқарасы үшін немесе идеясы үшін кемшілікке жол берілмейді. Бірақ та заңға бағыну керек. Ең бастысы заң. Осы тұста жарнамаға кезек берейік. Дін істері жөніндегі агенттің нейтральный положениеде ұстап отқанның өзі осы проблеманың себебі болып отыр да. Бізде басымдық беруіміз керек еді. Айттық қой, біз басымдық беруіміз керек заңға. Біздегі проблема, бізде діни себеп бойынша діни алауыздық тудырған азаматтардың жазасын өтейтін спецзона құру керек. Мына вирус ана жаққа барып жалғасын табады. Ол жерде тонаған үшін, адам қарақшылық үшін, діни себеппен, діни алауыздық толдырып, жасап терроризм үшін сотталған азаматтар бір жерде отыр да. Ал вирусты кім жасайды осы жерде? Спецзона жоқ та бізде. Спецзона құрып, ерекеңдерді мәжбүрлі түрде оларды отырғызып қойып, ерекеңдердің Наурызбай қажы бастаған азаматтардың лекциясын оқыту керек та. Ақ ниет бар ғой, сонымен айналысады ғой. Бүкіл түрмен аралап жұмыс істеп жатқан. Негізі оңалту жұмыстары бойынша ол тек қана ақ ниет емес. Жалпы ақ ниетте айналысады, аңсарда. Арнайы мекемеде отыр ғой, тек ол жаңағы дінмен істеп болғандардың барлығын жеке мекемеге жіберу керек, жеке мекемеден жазасын өтеу керек деген сөз. Мысалы, жусан бойынша келді ғой бізде. 150-ден астам әйел азаматтар, негізі 595 бала шағасымен, ер азаматтармен, оларды сот шешімімен отырғызатындарын отырғызды, өйткені жаңағы соғысқа қатысты басқа кімдер ол айып болған жоқ, олар өзінің жұмысын жалғастырып жатыр, мемлекет көмектесші. Бірақ та солармен оңалту жұмыстарын жүргізеді. Мысалы, 150-ден астам әйел болса, қазіргі таңда осы діни басқарманың көмегімен, топтардың, теологтардың көмегімен оңалту жұмыстары бір 90-95%-ға өтті. Яғни олардың барлығы, біз өзіміздің ойымыз адасқан, немесе де жаңа бір сіздердің ойларыңыз таптық, біз өзіміздің қателіктерімізді мойындаймыз деген келісімге келді. Келді, Еркінбек мырза, өстіп, біз адасқанбыз, біз өзіміздің жаңағы сіздердің жолдарыңыздың түзу екенін түсіндік деп адасып алып, артынан айналып келіп, айыбы жоқ, айналып келіп өзінің қазығын тауып жатқан азаматтар бар ғой. Солардың біраз уақыттан кейін қайтадан сол бетіндегі бетпердесін шешкен кездер болды ма? Ондай жағдайлар. Нақты айтыңызшы. Жоқ, ондайлар менің есімде жоқ. Ана жақты көріп, ол жақта қателескендігін мойындап, кейін ақиқат осы екен деп келген азаматтардың ешқайсысымен қайтадан ол жаққа кетіп қалғанын көрген жоқ. Қазірге дейін біз діни басқарма бұл бағытта жатағының ерушілері біздің жаңағы дәстүрімізге, жалпы дәстүрлі діни ұстанымымызға ғасырлардан бері жалғасып келетқан деген сөз. Яғни ол кәдімгі 12 ғасырдан бері, 11 ғасырдан бері біздің ұстанымымыз Абу Ханифа мазхабы фиқта, сенімде матурidi мектебі. Матурidi мектебі ол кәдімгі Абу Ханифаның осы сенімдегі пікірлерін дұрыстап жүйелеген, канонизировать еткен мектеп ол. Оны бөліп қарауға болмайды. Біз ойлаушы бір ғана пайғамбар ислам болды деп сөйтсек ішінде Абу Ханафи дедік па, Матуриди дедік па, не деген қалың жолдар бұл өзі? Басқа тартып. Әрбір. Осы жолдар үлкен мектептер. Мысалы қазір біздің Қазақстанда тек қана ниш қана жұмыс жасап жатқан жоқ.
біздің Қазақстанда не іс жасап жатыр, басқа мектеп, мемлекеттік мектептер, жеке мектептер жұмыс жасап, бәрі мектептер. Сол секілді бұл 4 мазхаб біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сүннетін насихаттап қалыптасқан мектептер. Оның ешқандай бір оқасы жоқ, оған шошығы. Бірақ сол мектеп дұрыс оқытып жатыр ма? Дұрыс оқытып жатқан жоқ па? Соған қарау керек. Мысалы 4 мазхаб, 4 мазхабты ұстанатын біздің мұсылмандар жамағат. Яғни Матруди ақида сол Ханафи мазхабынан бастап алып, сол Ханафи Абу Ханифаның Біз неге Ханафи мазхабын тыңдадық? Түркі халықтар неге Ханафи мазхабын тыңдады? Себебі Абу Ханифа біріншіден біздің өлкеге жақындау болды. Біріншіден. Екіншіден, Абу Ханифа рахматулла алейхидің шәкірттері бұл өлкелерде жұмыс жасауға өте белсенді болды. Ол шәкіртке де байланысты. Бір мектептің шәкірттері мысал үшін белсенді болса, ол мектеп танытады. Ол мектепті бүкіл әлемге танытуы мүмкін. Сол секілді Абу Ханифаның шәкірттері өте белсенді болды. Сосын Абу Ханифаның шәкірттері өте белсенді болғаннан кейін кезіндегі мынау бірізділікті, көзқарастағы, діни ұстанымдағы, діни құлшылықтағы бірізділікті қалыптастыру үшін сол кездегі билік те сондай ықпал жасап отырды. Себебі билікке де әртүрлі бағытқа қоғамның кетіп қалғаны ол кездердегі биліктерге де. Ол қатты мүддесіне саймайды. Атап айтқанда Осман империясы мысалы. Абу Ханифа мазхабын тікелей қамқорлыққа алып, Абу Ханифа мазхабына көбірек басымдылық беріп көмектесіп отырды. Әрине басқалар жоққа шығарған жоқ. Неге? Себебі ол жаңағы территорияда, мемлекеттің аумағында бірізділік болған жөн. Тұрақтылық болу үшін, тыныштық болу үшін. Көрдіңіз бе? Енді унитарлы мемлекет болғаннан кейін ерекеңге қосылу керек қой. Біз бұл бағыттағы жұмыс жасап жатырмыз. Биылғы жылдың өзінде мынау бостандықта жүрген 100-ге жуық азамат осы біздің діни басқарманың имамдарының, діни басқарманың мамандарының себебімен түсіндіру жұмыстарының, жеке түсіндіру жұмыстарының себебімен өздерінің адасқандықтарын мойындап, біздің мысалы қазір Ханафи мазхабын, Матруди ақидасын мойындаймын деп. Яғни кеше бір сөзбен айтқан кезде салафиттер адасқандар ғой. Ау. Бір сөзбен айтқанда салафиттер адасқандар ма? Енді мынау сенім мәселесінде оларда біраз ақау бар. Жақсы. Ардабек мырза, бізде билікте депутаттар мен министрлердің арасында сіз білетін салафиттер бар ма? Жоқ. Сырттарынан айтылады, Бекболат Тілеухан айтады салафи деп, тағы жаңа Мұхаммеджан осы күнге дейін айтып келді. Олар ешқандай салафи емес, болған емес. Олар өздері бұған дейін ашық айтқан, біз салафи деп жүргендер отпен ойнап жүр деп та интервью берген. Салафи ешқашан салафи екенін жасырмайды. Оны өздерінен сұрау керек. Өздерінен сұрау керек. Енді Матруди болып жатыр ғой, Матруди қазір айта аламыз анық. Кімдер тұр деп ойлайсыздар? Осы мысалға жаңа бағанадан бері орынбасар мырза сіз оншақты рет айттыңыз ғой, тыйым салу керек, нақты шешімдерге, нақты қадамдарға бару керек деп. Барғысы келетін сияқты, бірақ күрестің барлығы бір нақты бір деңгейге жеткен кезде тоқтап қалады да кейін шегініп қаламыз. Жоқ, кімдер тұр деген сұрақ болды қалай? Сұрақ, кімдер тұр? Біреу бір лобби бар ма, күштер бар ма? Бізге басымызды қатырып керегіне. Қазір мысалы мына Ерекең қай осы теріс бағыттағы азаматтарды қорғап қапты соттан? Қорғап отырған жоқ қой мысалы. Ерекең кімді қорғап қапты? Қорғап отырған жоқ қой. Вот әр адамның мысалы мәселе неде бізде қауіптілік? Мына қаржылық топтар мен теріс ағымдардың жақындасып кетуі проблема. Діннің өзін күшті уағызбен ақша жүргізеді ғой Ереке, дұрыс па? Алдыға таратады. Оның абыройын көтереді. Осылардың мына теріс ағымдағы азаматтардың қаржылық баю үлкен проблема болып тұр. Соны қаржыландырудың жолын шектеуіміз керек, бірінші. Екінші вопрос, бізде арнаулы орган құруымыз керек. Мен бағанан бері айтып отырмын, дін істері жөніндегі агенттік қауіпті адамдардың тізімін беріп, соларға олардың салдары мен себебін күтпей қылмыстық іс қозғау керек болды. Жасамаған қылмысты қалай қозғау? Идея үшін. Жаңағы мен бірінен айтайыншы, сюжетке байланысты бағандан айтқым келіп тұр, 2-3 рет қойдың сұрақты. Назарбаев өзі 2011 жылы жаңағы атысқандарды салафи деп айтты деді қағазын оқып. Бірақ кейін міне қаншама уақыт өтті, сол атқандардың қылмысқа қатысқан біреуінің де салафи болмағаны анықталды. Дәл сол моментті пайдаланып, елбасының алдына қағазға жазып салафи деп апарып қойып, біреулер ойын ойнады. Оны мойындайық, дұрыс қой. Бір қара жауып қалу үшін, күйе жауып қалу үшін. Әйтпесе о жерде болғандар біреуінде не иегінде бір тал сақалы жоқ. Намаз оқымайтын жігіттер болған ішінде. Рас па? Әне, сұраңыз, бір салафи бар ма ішінде? Мен салафи болдым деп мойындаған, айтыңызшы. Бұл жерде түсінікке байланысты. Мен оларды адасқандар деп айтатын едім, және де экстремистер. Иә, бірақ салафи емес. Олар салафтар ма, салафтар емес пе? Емес.
олардың салаф емесін түсіну үшін олармен теологиялық жаңа жұмыс жүргізу керек. Ол жұмыс жүргізілді де, келесі мешітке барамыз ғой. ренжімесеңіз, тағы бір сұрақ қойыңызшы. Сіз бірнеше мәрте айттыңыз, жаңа біз зайырлы мемлекетпіз дедіңіз. Зайырлы сөзін төркін түсіндіріп беріңізші. Зайырлы деген не сөз? Зайырлы деген сөзді өзіңіз енді білесіз ғой, захир деген сөзден шыққан, негізі дінсіз деген сөз ғой, дұрыс қой? Жоқ, дінсіз деген емес. Көбісі осыны шатастырады. Зайырлық пен дінсіз атеизм екеуі екі түсінік. Зайырлық ол жалпы бостандық, зайырлы мемлекет барлық дінге тең деңгейде қарайды. Бізде мысалы атеистер де бар, бірақ та сен оны атеист екен деп, оған күнә тағуға болмайды. Дінге сенушілер де бар, оған да күнә тағу. Біз зайырлы мемлекет осы елді үйлестіретін белгілі бір ортақ түсінік. Яғни, сен дініңді ұстасаң ұста, заңды бұзба. Сенгінге емесе, сенбе, бірақ та заңды бұзба. Конституцияға, заңға бағын, бұл мемлекеттің тәртібіне бағын. Мемлекет не айтып отыр, сол жолмен жүр. Бөлінбе, үйдің ішінен үй тікпе. Үй тікпе, дұрыс айтасыз. Зайырлық деген осы. Мешітке барасың, сіз айтып отырған салафтар болсын, басқа жаңағы харижи дейсіз ба, тәкфири дейсіз ба, имам айтады. Әминді іштен айтыңдар дейді. Бөлінбеңдер деп айтады. Бірақ Фатиха сүресінен кейін не болады ар жағында? Амин деген шуды естейміз, иә? Жарайды, парыз намаз оқылып бітті. Ар жағында анау сүннетін оқуға жатса, атып тұрады да қағып соғып жүріп кете береді. Осындайлармен бұл да бір бүліктің түрі ғой. Келсесіздер ме? Бұл да бір бүліктің түрі ғой, мысалға. Өзіңнің бір бауырласыңды сыйламау, құрметтемеу. Иә, біз айтайын, мешітте имамды тыңдау керек. Имам тыңдамайды ғой. Тыңдамайтындар кімдер онда солар? Тәртіпке шақырсын. Егер мен мешітке барған имам біз әмин іштеймін айтамыз десе, мен іштен айтамын. Сіз жаңа ғана айттыңыз ғой, мүфтиятты тыңдамаймын, бағынбаймыз деп. Жоқ, тыңдасайшы. Мен олардың бидғат амалдарын жасамаймын. Бидғат амалдарын жаңа бір кісілер айтты ғой, біз енді ақылы бидға дейді бізде деп, мысалы. Бидғат амалдар болмаса мен жасамаймын. Адамдар өздері ойлап тапқан жол ғой енді. Алақан жаю сіздер мысалға дінге қосылған жаңалық. Жоқ, неге? Мен алақан жайып сұрамасам, Алладан қалай сұрайын? Бидғат дегеніміз не мысалы сіздің ойыңызша, мына мүфтияттың бидғаты неге жатады? Жаңа намаздағы бидғаттарды айтыңызшы. Енді біз басында осы діни теологиялық терең сұрақтарға бармаймыз деп келіскенбіз ғой, осы диспутқа келер кезде. Бірақ бидғаттың не екенін имам кісілер ғой өзі жақсы біледі, айтып берсін енді. Біз бидғатшымыз ба? Айта берсін. Ардыбек мырза, бидғат жақсы, айтайын. Бидғат деген дінге адамдардың өздері ойлап тауып қосқан амалдар, амалдар. Сол бидғат деп аталады. Мешітте қандай бидғат жасалады? Имам айтты, сол тәртіпке бағынғанда тұрған не бар? Айтайын, мешітте бір бидғат, мысалы, бәрі имамның командасымен таспих санау. Имам бастайды таспихты. Бәрі күтіп отырады, намаз оқып болған. Имам бастайды, ал субханаллах, бәрі субханаллах, алхамдулилля, бәрі алхамдулилlah. Бұл бидғат. Айтсын, олай емес болса, имам көзі тұр ғой, Аллахтың алдында барғанда да кездесеміз міне. Енді жалпы бәрін дүзбелеп шығудың қажет не? Осындай ұсақ енді біздің дәстүрлі дінімізде, мысалға жаңағы 40 деді, 7 деді. Еркінбек мырза, сұрақты қойып алайын. Бұл осы сұрақтан туып отқан сұрақ. 40 деді, 7 деді, беташар дедік, анау-мынау дедік. Осылардың барлығы біздің салафтарға кішкене төмпештеу келеді екен. Мысалға олардың түсінігіне кішкене бидғат болып жатады. Біздегі намаздағы жаңағы тәсбихіміз бар. Алақан жаймайтындар да бар. Мойындауымыз керек. Алақан жаймайтындар да бар. Сосын көп мысалға қарама-қайшылықтар. Біз не істеуіміз керек, қандай жолмен жүруіміз керек, дәстүріміздегі жаңағы беташар, басқалар бар, жаңағы ырым тиымдардың барлығы, бұлар да бидғат па? Бидғат деген мәселені негізі пайғамбарымыздың хадисінен бастап түсіндіру керек. Пайғамбарымыз айтады: "Мән ахдаса фи амрина хаза ма лейса минху фахуа рад" дейді. Яғни біздің дінімізден болмаған нәрсені, мүлдем дінде негізі жоқ нәрсені біреу шығарса, сөйтіп дінге қосса, онда ол қайтарылады дейді. Осыдан бастау керек. Ол көрінген нәрсені бидғат деген. Ал енді Алла тағала Құранда «Варкау мa'ар-раки'ин» дейді. Сендер руку жасаушылармен бірге руку жасаңдар дейді. «Вақала раббукум удауни астаджиб лакум» дейді. Яғни сендердің Раббыларың айтты дейді. Сендер дұға жасаңдар. Сен дұға жаса деп тұрған жоқ. Сендер дұға жасаңдар деді. Сендер. Көрдіңіз бе? Бұл жерде бір емес, жамағат қайтып тұр. Сендерге дұғаларыңды қабыл етем деді. Енді қараңыз. Жеке жасау,
дұғаны жеке жасау және жамағатпен жасау. Дұға жасау деген түбі дінде бар. Оның ешқандай біреу жамағатпен дұға жасап жатса, біреу тәсбихті. Жоқ, тәсбих та мысалы үшін. Енді қараңыз, тәсбих дінде бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан, кімде-кім намаздан кейін, яғни міндетті болған, сосын отырып 33 мәрте субханалланы айтса, 33 мәрте әлхамдулилланы, 33 мәрте Аллаху акбарды айтатын болса, деп арғата жәннаттың несін айтады, қабыл болады деп. Мысалы, енді оны жамағатпен дұға жасауға шақырып тұр, жамағатпен руку жасауға, жамағатпен бірге болуға шақырып тұр. Жамағат бірге отырып, осы дінде негізі бар амалды отырып бірге жасайтын болса, оның ешқандай оқасы жоқ. Ол міндетті деп, парыз солай бірге отыру керек дейтін болса, онда қате. Имамдар ешқайсысы бірге отырып тәсбих айту, ол парыз деп айтпайды. Көрдіңіз бе? Айтпайды, бірақ жасамаған адамды жек көреді, жек көрініш қылып көрсетеді. Бізден бөлініп кетті. Жоқ, бұл жерде мысалы үшінге айырмашылық бар, Ареке. Мысалы біреу соны бидғат деп тұрып кетсе, бидғат ол үлкен. Енді қараңыз, дұғаға ешқандай қарсылық жоқ. Сізді 100% Просто жаңағы намаздың бір рукуғын жіберген. Аяғына дейін тыңдап отырмын. Сіз енді тыңдасаңыз. Жақсы. Журналистиканың да әдебін сақтап тұрған жоқсыз, сұхбаттың да, исламның да. Не бөле бересіз? Тақанса тыңдадым ғой. Еркінбек мырза, енді жаңағы діндегі дәстүрлердегі қайшылықтар не істеуіміз керек енді? Бұл жерде енді жаңа қырқы деп атсыз, мысалы үшін, қырқы деген ол біздің халқымыз өзі жалпы данышпан халық. Сосын жалпы түркі халықтары, мен араб елінде оқыған адаммын. Араб елінде оқып жүрген кезде талай елдің өкілдерін көрдік. Түркілердің біз ислам әлеміне соңғы 10 ғасырда почти ықпалды болған білеміз. Неге? Себебі түркілерде жалпы мәдениет, тәртіп күшті. Басқаларға қарағанда. Сондықтан түркілер мынау біздің дініміздің жаңағы орындалатын істері бар ғой, құлшылықтары болсын, басқа да мысалы, соның бәрін әдемілеп, жүйелей білген. Өткеннің артынан дұға жасау. Міндет па, міндетті емес пе? Алла Тағала Құранда айтады. Ва Раббым, бізден алдыңғы имаммен өткен бауырларымыздың күнәларын кешір деп, дұғаны Алла Тағала Құранда үйретеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде бар. Өткен адамның артынан ізгі ұрпақ қалатын болса, оның дұғасы барып тұрады деген. Дұрыс па? Біздің халқымыз не істеген? Біздің халқымыз көңіл айтуды, дұға жасауды әдемілеп жүйелеген. Анау қайта-қайта бүйтіп адамдар мысалы сапырылып жүре бермесін деп 7 күнде біргесін. Сөйтіп барлығына тек қана дұғаларын алып емес, кішкене шайын беріп отырып, ақ дастарханын жайып отырып, сөйтіп отырып, жүйелеп тұрып, дұғаларын алған. 40 күнде бір солай жасаған. 40 күнге дейін, мысалы үшін жаңағы 7 күніне дейін келе алмай қалғандар 40 күніне келіп көңілін айтып, дұғасын айтып. Бізде дінімізде былайша айтқан кезде дәстүрімізде дінде қарама-қайшылықтар жоқ қой. Қарама-қайшылық жоқ. Неге? Себебі діндегі нәрсені осылай әдемілеп жүйелеп іске асырған, оның ешқандай оқасы жоқ. Беташар деген мәселе, мен айтайын. Беташарды мысалы үшін айтып жатыр, беташардың дымы жоқ деп. Беташарда тек қана бет ашу емес, ол аты беташар. Сіз журналистсіз, сіз мамансыз, дұрыстап түсіну керек оны. Беташарда орындалатын нәрсе не? Екі нәрсе орындалады. Екі нәрсе. Беташарда анау жаңағы домбыра тартып тұрған бетті ашушы жаңағы не кісі не істейді? Ол әулетпен таныстырады келінді. Соны ашу керек. Жақсы. Негізгі одан кейін Ереке тоқтай тұрыңыз. Мен жоқ, сіз оны айтқан жоқсыз. Одан кейін не істейді? Әулетке үлкендері бар, басқасы бәріне сәлемін салдырады. Ал енді Алла Тағала Құранда не дейді? Алла Тағала Құранда сендерді ұлт қылып ру бөлдік. Не үшін? Бір-бірлерімен танысуларың үшін дейді. Яғни келін келіп тұр. Сол үшін ол келін деп аталады ол. Келді әулетке. Ол басқа бір әулеттің қызы еді. Келгеннен кейін ана әулетпен бәрімен ресми танысып жатыр ол. Демек шариғаттың мақсаты орындалып тұр. Сол беташардың ісінде. Ісі дұрыс емес. Жоқ. Сіз келесіде былай сөзін тайқып кетесіз. Ареке, тайқымаңыз. Сіз айттыңыз тек бет ашу дедіңіз. Жақсы. Ол жерде танысуды айтқан жоқсыз. Сіз анау домбыра мынау дедіңіз де оның бәрі бидғат дедіңіз. Тоқтаңыз. Мен де сияқты айталамын. Сіз соны айтуға болады. Содан кейін қараңыз. Сәлем салу. Алла Тағала Құранда не дейді? Егер сендер бір үйге кірсеңдер, сәлем беріп кіріңдер дейді. Келін әулетке кіріп тұр. Оның сәлемін біздің халқымыз осылай әдемілеп салтанатты түрде ұйымдастырған. Түсіндіңіз бе? Сондықтан ол дәстүр мен дінді бір-біріне қайшы ұру деген ол қателік, ол халықты шатастыру, олай болмайды. Жаңадан мешітке барып дейік бір азамат. Мешітке енді бірінші рет барып тұр, Құдайды іздеді. Интернеттен іздеді Құдайды, көшеден іздеді. Құдайды іздеген адамдар қайдан іздеу керек? Кімге бару керек? Мешітке имамға келу керек. Имамға. Имам жаңа адасып кетпеу үшін. Имам, маман, ол оқыған,
яғни алла тағала құранда айтады, сендер білмесеңдер білетіндерден мамандардан сұраңдар дейді. Маман секілді ешкім саған дін туралы саған журналист жауап береді деп тұрған жоқ алла тағала. Дін туралы кәсіпкер саған береді деп тұрған жоқ. Дін туралы маман, имам. Ол оқыды, медресе оқыды, университет оқыды. Сіздер енді бір құдайға тағынасыздар екеуіңіз де ше? Біріншіден, қараңыз, Ареке. Біріншіден, Ереке. Екіншіден, ол рұқсаты бар маман. Кәдімгі уполномоченный имам. Сондықтан имамға барып, имамнан сұрау керек. Имамға бүкіл сұрақтың бәрін қою керек. Екеуіңізге бір сөйлеммен жауап беретін бір сұрақ қояйын екеуіңізге. Бір сөйлеммен ғана жауап беретін, мүмкін болса. Екеуіңіз де бір құдайға табынасыздар. Екеуіңіз де пайғамбарларыңыз бір. Екеуіңіздің де ұлттарыңыз бір. Екеуіңіз де бір қазақтың баласыздар. Осылай қызыл кеңірдек болмайық. Бір жолмен жүріп, бір бауырлас ел болып, бір мемлекетке қызмет ету үшін сіздерге не кедергі? Жоқ, екеуі екі жолда жүрген жоқ қой. Мына кісі дұрыс жолға түспей тұр ғой. Мына кісі дұрыс жолға түспей тұр ғой. Енді мен айтайын. Бір сөйлеммен ғана. Ол сізді мазалап жүрген сұрақ қой. Біздің басты проблемамыз дін туралы әркімнің сөйлей беруінде. Ұсақ түйек қатын қалаш, бала-шаға, заңгер, басқа бәрі журналист мен сияқты. Әркімнің сөйлей беруінде. Онда өзіңізден бастаңыз. Молдалар сөйлесін. Ареке, өзіңнен бастат деймін. Жақсы. Білгісі келе ма? Дінді мешітке барсын, үйренсін. Намаз оқып үйренгісі келе ма? Мешітке барсын, үйренсін имамнан. Ақидан үйренгісі келе ма? Мешітке келсін. Келсін, бірақ кейін өзі іздену керек. Адам дін өзіне керек. Істеп жүрген, үйренген нәрсесін имамда пенде, оның да кемшілік қателіктері бар. Бәрі толық үйренді ма, кемшілікпен үйретіп қойды ма, оны ізденсін. Егер кемшілігін тауып алса, өзі түзеу алсын. Интернетпен көшеден іздемеу керек қой. Бірінші имамнан барып үйренсін. Ары қарай қылса Аллахтың қалауымен болады. Бәрекелді. Ешқандай проблема жоқ. Дау жоқ. Осы ғой. Тек проблема әркімнің сөйлей беруінде. Онда осы жерден хабарымызды аяқтайық. Әкесінің өзі қажы атанған, Меккеде діни мекеме ашқан Абай Құнанбаев өзінің 10-шы қара сөзінде былай деп айтқан екен: ғылымсыз ақыретте жоқ, дүниеде жоқ. Ғылымсыз оққан намаз, тұтқан ораза, қылған қажы ешбір ғибадат орнына бармайды депті. Таусылмайтын таласты, тарқамайтын дау тыйып, бәрімізге ғылым қуатын уақыт келген сияқты. Сонда ғана мемлекетіміз қуатты болмақ. Негенің негізгі сұрақтарын қойған Ерқанат Көпжасар. Көп жасайық, сау болыңыздар.